Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Мөлдір, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен үйде ет жоқта осындай өте дәмді әрі жеңіл жасалатын тағам түрін дайындаймыз. Каналдан алыстамай видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бөлме температурасындағы суымызға 1 шай қасық тұз салып, тұзымыз ергенше жақсылап араластырамыз. Және де електен алдын ала өткізіп дайындап алған ұнымызға 1 жұмыртқамызды салып, үстіне жаңағы дайындаған тұзды суымызды құя отыра жұмсақ қамыр илейміз. Қажетті заттардың барлық мөлшерін төмендегі описание бөліміне жазып қалдырамын, сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Бізде осындай жұмсақ әрі эластичный қамыр шығады. Қамырымыздың бетін жауып 15 минутқа ең қану үшін тындырып қоямыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Салмасына аз ғана фарш және де картоп қажет. Картопымызды үкіштің үлкен көзінен осылай өткізіп аламыз. Және фаршымыздың үстіне қосып, үстіне ұсақтап туралған сарымсақ пен пиязымызды салып, сондай-ақ дәміне қарай тұз, бұрыш саламыз. Кез келген өзіңізге ұнаған дәмдеуіштерді де қоссаңыздар болады. Мен тек тұз бен бұрышты қостым. Және осының барлығын жақсылап қолымызбен араластырамыз. Егер сіздердің үйлеріңізде ет болмаса, аз ғана фаршпен дәл осы тағам түрін дайындауға кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Рулеттен ешқандай кем емес. Ендігі кезекте біз жаңағы нанымызды екіге бөліп дайындап аламыз. Және үстеліміздің үстіне аз ғана ұн сеуіп, нанымызды самыз. Екі қамырымызды да дәл осылай жұқартып ысып аламыз. Қамыр дәл мантыйдың қамыр секілді самыз. Енді дәл осылай оқтаумен қамырымызды орналастырып 4 бұрыш бөліктерге бөлеміз және әрқайсысын осылай ашып шығамыз. Бұл бізге тез кесу үшін өте ыңғайлы. Қамырымыздың барлығын осылай 4 бұрыш етіп ысып, әрқайсысын жеке-жекеден осылай орналастырып шығамыз және әрбіріне осылай сұйық майымызды жағамыз. Шөткімен немесе қолыңызбен де жаға берсеңіз болады. Келесі кезекте үстіне осылай біздің салмамызды салып, қолымыздың көмегімен жан-жағына түгел жеткізіп жайып шығамыз да, дәл видеодағыдай шеттерін басып, осындай 4 бұрыш формаға келтіреміз. Бұл деген мантыйды көп уақыт бойы түйіп отырған секілді уақытты көп алмайды, әрі рулет секілді де өте қалың болмайды. Осындай жұқа-жұқа болып шығады. Барлығында түйіп болған соң біздің мантаваркамызды майлап алып, мантаваркамызға орналастырып шығамыз. Яғни әр орналастырған сайын үстіне сұйық майды жағып отыруды ұмытпаймыз. Бір-біріне жақын орналастыра берсеңіздер болады. Ешқандай да жабыспай әдемі болып пісіп шығады. Біздің тағамымыз 40-45 минут аралығында пісіп шығады. Ол піскенше біз жаңағы біздің подливымызды дайындаймыз. Бұл жерде аздаған сары май және сұйық маймен араластырдым. Сол кезде өте дәмді болады. Және бір үлкен пиязды осылай жартылай ай тәріздес етіп жұқалап турап, үстіне аздаған томат пастасын салып, жақсылап қуырып алдым. Сонымен қатар үстіне дәміне қарай аздаған тұз себесіздер. Және де подливым әдеттегіден қоюырақ болу үшін үстіне аздаған ұн септім. Осылай елеуіштің көмегімен сеуіп, жақсылап бір араластырып қуырып жібердім. Және үстіне бөлме температурасында тұрған немесе қайнаған суды құйып, біздің подливымызды бір бұрқ еткенше қайнатып аламыз. Сонымен біздің подливымыз дайын болады. Мінекей, мен 40 минут бойы ұстадым. Мен тағамым пісіп шықты. Енді осылай әрқайсысын бір-бірден орналастырып, әрбір слойының арасына жаңағы біздің дайындап алған подливымызды құйып ұсынсақ, өте дәмді болып шығады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнап жатса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Мен әр комментарийға міндетті түрде жауап беретін боламын. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Мөлдір.